Енді давайте видеоны түсіндіріп бастайық. Ең бірінші этиологияларына түсіндіріп кететін боламын. Қазір әрбір терминдарды барынша түсінікті тілде түсіндіруге тырысамын. Одан кейін кейбір адамдарға бұл сөздер и так та ясно болуы мүмкін, ал кейбір адамдарға керісінше бұны білмей жүру мүмкін әлге дейін. Так, енді бастайық. Бірінші артериялық гипертония дейді. Бұл жақта бізде артериялық қан қысымы жоғары деген сөз. Яғни бізде қан тамыры тарылып тұрады, одан кейін ол жақта қысым пайда болады. Екінші артеросклероз. Яғни артеросклероз деген ол жақта артеросклероздық бляшкалар болады. Олар не нәрсеге алып келеді? Олар бізде қан тамырларының әлсіздігіне алып келеді. Одан кейін ол жақта ана бляшкалар тұрғаннан олар артық қысым пайда болып, артериялық қан қысымының жоғарылауына алып келеді. Одан кейін жаңағы бляшкалар тесілетін болса, онда қан құйылу болады. Немесе бляшкалар әр жаққа тесетін болса, онда эмбол болып, ол қан тамырларының окклюзиясына алып келеді. Ал окклюзия деген ол біздегі қан тамырларының өзектерінде әртүрлі заттардың тұрып қалуы. Одан кейін даму ақауларына байланысты дейді. Тума аневризма дейді. Аневризмді қазір мен патогенезді сызып отырып түсінікті қылып түсіндіретін боламын. Оны пока что қоя тұрайық. Одан кейін жақта артеровенозық мальформация дейді. Бұны АВМ деп қысқартып айта берейін, себебі аты ұзақ болып келеді. Артеровенозық мальформация деген не? Кратко айтқанда бала туыла салып, ол жақта артерия мен веноздардың арасындағы байланыстар олар дұрыс емес болып келеді. Содан әртүрлі ауруларға алып келетін болады. Яғни егер физиологияны еске алатын болсақ, бізде білеміз, артерия мен веноздар кейбір кезде бір-біріне байланысады, капилларлар арқылы. Осы бізде байланыстар дұрыс емес болады. Кратко айтқанда. Енді жүректің ишемия аурулары дейді. Яғни ишемия деген ол жақта қан ағымының төмендеуі болады, яғни қан аз келеді. Немесе кратко айтқанда оттегі аз келеді деп айтсақ болады. Оттегі там қоректік заттар, гормондар, анау-мынаулар. Одан кейін ревматизмдік аурулар дейді, васкулиттер. Васкулиттер деген ол жаңағы қан тамырларының қабынуы. Яғни әртүрлі заттар зақымдайды. Содан бізде жаңағы альтерация, эксудация, анау болып сол қабыну процесі жүреді. Содан васкулит. Ең бірінші давайте, мына жақта мен артығынан жазып қойыппын. То есть енді давайте цереброваскулярлық аурулардың жіктелуіне келейік. Олардың жалпы 3 негізгі түрлерін ажыратамыз. Және де бұлардың ең қызығы әрбір 10 адам, то есть 10 адамның әрбір 2-і осы аурулардан қайтыс болады. Яғни бұлардың маңызы өте зор болып келеді, себебі клиникада часто кездеседі. Ең бірінші түрі ишемиялық энцефалопатия. Яғни в основном просто ишемия деп түсінейік. Одан кейін бұның 2 түрі бар. Жедел, одан кейін жеңіл. Енді давайте осыны түсіндіріп кетейік. Осы жедел түрінде ол жақта бізде жүрек тупо өшіп қалады, яғни тоқтап қалады. Одан кейін резко қан қысымы төмендеп кетеді. Гипотония болады. Наяқта уже жазып қойған екен ғой. Гипотония болады. Яғни бізде жүректің тоқтап қалуы ол уже бір острый ответ береді, яғни жедел ответ береді. Содан ишемия дамиды. Одан кейін жедел түрінде әртүрлі морфологиялық өзгерістер болады. Ал одан кейін екінші жеңіл түрі. Жеңіл түрі бұл жақта ешқандай да морфологиялық өзгерістер болмайды. Егер де болған өзіне бұлар қайтымды болып келеді. Одан кейін бұл жеңіл түрінде не болады? Жеңіл түрінде асқынуы тупо кома, яғни адам кома түсіп қалуы мүмкін. Енді давайте бұлардың патогенезіне қарайық. Қан ағымы бұзылды, себебі бұны уже ишемия деп айтады. Яғни төмендеуі, либо мүлдем тоқтап қалуы. Но тоқтап қалуы по идее уже стаз деп аталады. Так что давайте нам былай өшіріп тастайын. Одан кейін оттегі ашығу, яғни гипоксия дейді. Яғни бізге оттегі жетіспей жатыр. Одан кейін энергия алмаспайды, и АТФ түзілмейді. Одан кейін ацидоз дамиды. Одан кейін
бұл жақта именно маңызды рөл ойнайтын бұл бізде кальций ионы. Не үшін? Бізде қалыпты жағдайда кальций ионы каналдар арқылы бұлар жасушадан шығып кіріп отыру керек еді. Бірақтан біз білеміз, именно канал болатын болса, ол жақта бізде АТФ-тің құртылуымен бізде ол ары бері өтеді. Себебі ол жаңағы диффузия заңына қарама қарсы жүреді. Сол үшін энергия қажет. Ал бізде білеміз, мына жақта энергия мүлдем түзіліп жатқан жоқ. Одан кейін бұл кальцийлер бұлар жиналып қалады цитоплазмада. Сыртқа қарай шыға алмай жатыр. Одан кейін бұлар олады да жаңағы фосфолипаза А2, одан кейін липаза, протеоляза деген әртүрлі ферменттерді барып белсендіреді. Бұны биохимия просто еске алу керек. Одан кейін бұл ферменттер активтенген кейін бұлар не істейді? Бұлар барады да мембрананы зақымдайды. Одан кейін мембрананы зақымдалғаннан кейін әртүрлі бос радикалдар түзіледі. Одан кейін мынау бүкіл жасушаның құрылымы бұзыла бастайды. Одан кейін жасушаның құрылымы бұзылса, онда, получается, уже жасушаның өлімі, либо некроз болуы мүмкін, либо апоптоз болуы мүмкін. Осы кезде кейбір адамдар некроз бен апоптозды ажырата алмауы мүмкін. Некроз деген просто өлім, ал апоптоз деген бұл бағдарламалы түрде өлу. Яғни ол өз-өзін өлтіріп жатыр бағдарлама бойынша. Өзін сақтау, өзін керек емес екенін біліп, ол бағдарламалы түрде өз-өзін өлтіреді. Бұл енді үлкен тақырып. Просто еске алу ретінде айтып отырмын. Так, енді осындай бізде енді некроз аймақтары пайда болды. И көріп тұрғандай, бұл бізде қайтымсыз, себебі уже некроз деген жасушалардың өлімі. Осы үшін бізде именно жедел түрі ол гипотониядан дамиды, и одан кейін бұлар қайтымсыз болып келеді. Енді морфологиясына қарай. Қазір мынау сөздерді часто айтатын боламыз. Біріншісі бұл бізде гиперхроматоз дегенді, екіншісі пикноз дегенді, мүмкін үшінші глиоз дегенді. Себебі нерв жүйесін зақымдалған кезде көбінесе осы заттармен сипатталады екен. Бір сағатта біз оны қараймыз, ешқандай өзгерістер болмайды морфологиялық. Енді 12 сағат өтеді. 12 сағаттан кейін біз үш затты байқаймыз. Гиперхроматоз, яғни біз жаңа бояумен боялған кезде бұлар тым қатты нормадан қатты боялып тұрады. Екінші ядро мембранасын пикнозы. Енді сұрақ қою мүмкін, не үшін бұл жақта бізде пикноз болып жатыр деп. Бұның себебі жаңа біз айттық, кальцийлер тым қатты цитоплазмада жиналып қалды, оның кейін керек емес ферменттерді тым қатты активтендіру жерді, бұлар барып жасушаның өз-өзін мембраналарды зақымдады. Сол кезде ядронда мембранасы зақымдалатын болады. Мүмкін үшінші жасушалардың ісінуі. 12 сағаттан кейін көрінетін заттар. Одан кейін 48 сағаттан кейін бізде некроздар көрінеді, 72 сағаттан кейін глиоздар көрінетін болады. Некроздар, бұлар некроз деген енді не? Бұлар прям черный цвет болады, и бұлардың шекараларын прям ясно и четко көре аламыз. 72 сағаттан кейін, то есть некроз қалай туындап жатыр? Бұл жаққа именно лейкоциттер келеді да, әртүрлі ферменттермен бұлар фагоцит деп бастайды. Сол кезде некроздар туындады. Одан кейін 72 сағаттан кейін уже лейкоциттер өз қызметтерін орындап болды, былай айтқанда барлығын өлтіріп тастады. Одан кейін микроглия деген адам келеді да, бұлар жаңағы мына жақта жиналып қалған мусорларды тазалайын деп, ана бүкіл қара заттарды өз денесімен қоршап алып, бұларды тазалап шығады. Бұл жаңағы біздегі микроглия нелері. Одан кейін әртүрлі астроциттер келіп, бұлардың орнын басады. Яғни біз нерв жүйесінің жасушаларына келген кезде біз былай бөлетін едік. Мына жақта нервтар еді. Одан кейін мына жақта бізде жаңағы микроглиялар, олигодендроциттер, одан кейін жаңағы астроциттер еді. Осы зат, мынау бізде нерв өліп жатыр, осылар келеді, осының орнын басады. Одан кейін осындай глиоз дамиды.
И одан кейін жаңағы мына жақта осындай некроздар пайда болып жатты. Одан кейін макрофагтар келіп бұны полностью қырмап алып, бұларды алып шығарды мусор деп. Одан кейін мына жақта көріп тұрғандай мынандай бос кеңістік қалып тұр. Осындай әрі дальше ол кистоз дамуына алып келеді. Просто бос қуыс тұрады. И олардың қабырғаларын астроцисттер қаптап тұрады. Осы затты қазір бірнеше көп айтатын боламыз. Қазір барынша енді түсінікті қылып айттым. Келесінде как-то қысқартып тез айтып кететін боламын. Енді біз мына жақта тия мен ишемиялық энцефалопатияны ажыратуымыз керек. Біздегі мидың транзиторлы ишемиясы, былай айтқанда бұл бізде микроинсульт деп айтсақ болады. Яғни какой-то бір краткий уақыттардың арасында болады. Одан кейін просто қан дұрыс емес барып тұрады. Одан кейін бұлар қалпына келу керек. Егер де қалпына келмейтін болса, онда ол уже более күрделі түрге ауысып кететін болады. Короче айтқанда мини-инсульт. Мына жақтан оқып аласыздар. Одан кейін ишемиялық энцефалопатия. Бұл жаңағы біздің жаңағы айтып жатқан зат. Уже бұл жақта бізде өте ұзақ болады, то есть ұзаққа созылған ишемия болады, яғни созылмалы түрі деп айтсақ болады. Одан кейін бұл жақта бізде әртүрлі мидың жасушалары өлетін болады. Одан кейін түсіну керек, ишемиялық энцефалопатияда мынау целый ми зақымдалады, в основном. Так, енді мынаны біз бітірдік. Ладно, так. Біз бұны бітірдік. Енді мына ми инфарктісіне өтейік. Ми инфарктісі жаңағы ишемиялық энцефалопатиямен бірдей болады. Патогенезі. Көріп тұрғандай мына патогенезі дәл солай. Мына жақта особо жазатын. Но патогенезі дәл осындай болады. Енді сұрақ туындауы мүмкін. Онда ишемиялық энцефалопатиядан не айырмашылығы бар деген сияқты. Бұл жақта именно мидың какой-то бір бөлігі зақымдалатын болады. Егер де энцефалопатияда осына бүкіл ми болса, себебі өзі энцефало деп айтып тұр. Ал инфарктте какой-то бір бөлімі. Сол үшін егер де бір жаңағы қыртыстың оң жағы, сол жағы анау зақымдалатын болса, либо там қолын көтере алмайтын болады, либо там мимикалық бұлшықеттермен проблема болады, потому что какой-то бір аймақ қана зақымдалып тұр. Ал энцефалопатияда алды там сразу 5 минутта өліп кетуі мүмкін, егер де жедел түрі болса. Ал жеңіл түрі болса, жаңағы ол әрі қарай созылмалы болып, әртүрлі некроздарға ұшырай беріп, адам алады да тупо былай өліп қалады. Ал енді именно морфологиясына байланысты біз бұларды ақ, қызыл, аралас деп ажыратамыз. Не үшін біз именно ақ деп айтамыз? Бұл жақта просто қан тамыры, то есть қан мүлдем бара алмайды. Либо аз ғана барады. Содан бұл жақта ақ түсті болады. Енді мына жақта бізде қызыл түсі бар. Бұл жақта жалпы мынау бізде ишемия, мына қан тамыры. Мына жақта какой-то бір окклюзиясы болып тұр дейік. Окклюзия деген мына жақта какой-то бір қанның ағысына кедергі жасап тұрған зат. Допустим, давайте тромбоэмболия дейік. Одан кейін осылай бізде қан әрең дегенде ағып жатыр. Одан кейін бізде не нәрсе болады? Әрең дегенде ағып жатқаннан кейін бұлар мына жақта тұрып, мынандай қан жиналау беру мүмкін. Одан кейін бұлар бізде жарылып, бұлар бізде қызыл инфарктке алып келеді. Ал ақ инфарктте осындай тұрып алады, қан мүлдем өте алмайды, либо аз ғана өтеді, но былай айтқанда мүлдем өте алмайды. Одан кейін вообще қан келмейді, и мына жақта тұрған жасушаларға тупо оттегі келмейді, O2 келмейді. Одан кейін бұл жасушалар алады да некрозға ұшырай береді. Ал мына жақта болса, мынау жарылғаннан кейін бұл жақта қан тіндерге өтіп кетіп, жаңағы қоңыр түске гемосидерин арқылы бояп тастайды. И бұларды біз көре аламыз. Ал енді араласта осы екеуі де болады. Яғни какой-то бір жағында қан құйылып жатады, жарылып, ал бір жағында тупо жаққа қан келмей, мына жақтағы жасушалар
оларға оттегі келмегеннен бұлар некрозға ұшырап осындай ишемиялық та көріністер бере береді. Енді мына жақта более конкретно оқиды. Этиологиялары. Бұлар именно 50-60 жаста кездеседі. Бұл бізде ми тамырларының әртүрлі окклюзиялары дейді. Яғни тромбтар, одан кейін эмболдар, тромбоэмболиялар, немесе ісіктен, яғни қан тамырларын былай қысып тұрады. Ал одан кейін ми инфарктімен жастарда ауыру мүмкін. Бірақтан егер де бұлар туылғаннан жаңағы АВМ болса, АВМді мен до этого түсіндіріп кеттім. Патогенезін айтып қойдық, тура ишемиялық энцефалопатия деп. Енді бұлардың морфологиясына келеді. Ақ инфарктте біз жаңа айттық, ақ қызыл аралас деп, именно морфологиясына байланысты ажыратамыз деп. Енді қарайдық. Ақ инфарктте 6-12 сағаттан кейін ісіну жұмсару болады. Одан кейін бір тәуліктен кейін бұларда бізде бол-бір болады и жабысқақ болады. Одан кейін 48 сағаттан кейін бізде лейкоциттер келеді и некрозға ұшырайды. 72 сағаттан кейін жаңағы бізде глиоз келеді. Глиоз дамитын болады. 2 аптадан кейін вообще киста дамиды. Енді бұлар не үшін екенін айтайық. Ең бірінші ісіну дейді. Так, мына жақта бізде жаңағы тромб эмболия тұрып алды, и нақтағы қан ол өте алмай тұр. И бұлар бізде қанды жармайды. Егер де жаратын болса, онда қызыл түрі болып кететін еді. Бұлар алады да, мына жаққа бізге тінге өтетін болады. И одан кейін, тінге өткеннен кейін, бұл жақтағы жасушалар ісінетін болады. Себебі бұл жаққа кеп сұйықтық келіп жатыр. Одан кейін бұлар ісінгеннен кейін, әрине, бұлар бізде жұмсақ болады. Одан кейін біз жаңа айттық, бір тәуліктен кейін бұлар пышаққа жабысқақ болады дейді. Не үшін? Себебі бізде, егер де білетін болсаңыздар, кейбір кезде былай қан кетқан кезде, қолымызбен былай ұстаған кезде, олар андай более липкий болып келеді. Яғни бұл бізде ол қанның плазмасы. Осы қанның плазмасы сіңгеніне байланысты, бұлар жаңағы более пышаққа жабысқақ болып келеді. Некроз не үшін болды? Просто лейкоциттер келді, ферменттерін бөлді и жасушаны өлтіріп жатыр. Сол үшін некроз. Глиоз не үшін болды? Себебі микроглияларға ауысты. Не только микроглия, еще астроциттерде де болуы мүмкін. Не үшін киста болды? Себебі жаңағы ми зақымдалғаннан кейін ол жақта бос орын болып қалды, и осылайша ол жақта киста түзілетін болады. Енді ақ ишемия қан келмеді, и вот поэтому ақ дейді. Ну ладно, ақ ишемияға бұны уже айтып қойдым. Енді қызыл инфаркт. Қызыл инфарктта именно қыртыста болады. Яғни біздегі соңғы ми бар, и уақытта көптеген андай извилиналар, кортекстер айтады, осы қыртыста болады. Бұл енді қалай? Бұның себебі именно бізде қыртыс көптеген қан тамырларын керекте қылады. Одан кейін біз білеміз, былай мидың жалпы былай суретін қараған кезде, нақта тор болып, черептің астында осында көптеген қан тамырлар тұрады. И одан кейін жаңағы біз жаңа айттық, мына жақта мидың жасушалары ісінеді деп, бұлар ісінгеннен кейін сүйекпенен ісініп тұрған жасушаның арасында қан тамыры тұрып, ол ең соңында жарылады. Сол үшін в основном осы қыртыста болады. Ең бірінші анатомиялық себебіне байланысты. Себебі ол жақта көптеген қан тамырлары болады, и ол жақта қысым пайда болуы өте көп болуы мүмкін. Енді просто жаңағы қан алтта былай төгілді, жарылғаннан кейін, одан кейін кисталар түзіледі. Одан кейін бұлар қоңыр түсті, рең түсті болады. Себебі бұл жақтағы эритроциттер, бұлар гемосидеринға ыдырайды. Ал гемосидериннің түсі сол қоңыр түсті болады. Араластырын жаңа біз айтып қойдық, бұлар екеуі де кездеседі деп. Енді бізде мынандай нәрсе бар. Мынау геморрагиялық инсульт бар, яғни бұны қызыл инфаркт деп айтамыз. Одан кейін бізде гематома бар. Енді бұлардың не айырмашылықтары бар? Геморрагиялық инсульт мидағы қан тамырлары жарылып, ми тініне тікелей қан құйылған кезде пайда болатын инсульт түрі. Понятно.
біздегі мынау қан алды да жарылды, и осылайша бізде қан сол жаққа прямой құйылды. Ал одан кейін гематома деген бар. Бұл жақта именно жарақатпен сипатталады. Яғни біз ол қан тамыры өзімен жарылып жатқан жоқ, именно удар алғаннан ол жарылып жатыр. Мына жақта уже краткаларын жазып қойдым. Так, енді давайте миға қан құйулары туралы айтатын болайық. Бұлардың өзі үшке бөлінеді. Біріншісі ми ішіне, екіншісі субарахноидық, үшінші ми қарыншаларына. Яғни бұл именно қай жаққа қан құйылады, сол жақтар жазылған. Енді давайте мына жақта бізде конспект бар, соға қарайық. Қан құйылу. Бұлардың именно көп себебі гипертония. Гипертония барып тамырдың аневризмін алып келеді, и осы тамыр аневризмінен қан тамыры жарылады и қан құйылады. Ал 10% жаңағы АВМ-нан. Енді давайте мынаған қарайық. Мен жаңағы бастапқы ауруларды просто конспект ретінде былай көрсетіп соларды оқып шықтым. Ал енді мен қазір суретін салып көрсетемін. И давайте мен конспектіні бір телеграм каналда қалдыратын боламын. Бұл үшін инстаграмға подписаться етіп, маған директқа жазу керек болады. Сол кезде мен конспектін сразу беретін боламын. Сол кезде анау телеграм каналға кірген кезде сіздер опростан өте аласыздар. Қайсысы лучше, қалай түсіндірген лучше деген сияқты. Енді давайте қарайық. Патогенезін сіз бастайды. Именно бізде айтып жатыр гипертониядан деп. И гипертониядан қалай бізде аневризмға келіп жатыр. Мына артериялық қан қысымы жоғары. Артериялық қан қысымы жоғары деген ол уже жаман. Себебі бұлар көптеген өзгерістерге алып келетін болады. Именно жаман жағынан. Мысалы қандай? Мысал ретінде бұлар эндотелиотистерді тоздыртып жүру мүмкін. Одан кейін бұлар жаңағы біздегі артериялық қан қысымы жоғары болған кейін бұлар как-то қысымға компенсация ретінде бұлар қан тамырының қалыңдығын кеңейту мүмкін. Осылай кеңейтті. Онан кейін бізде логичный сұрақ туындауы мүмкін. Бұл қалыңдаған жақсы ғой деп. Керісінше бұл жаман, себебі бұлар қалыңдайтын болса, онда бұлардың жыртылуы артатын болады. Одан кейін бұлар жыртылуы мүмкін. Одан кейін көптеген себептер бар. Давайте енді осылай айтайық. Эндотелиотистер тозып кетті деп. Эндотелий жасушаларының тозуы. Одан кейін нәрсеге алып келеді. Бұлар бізге алып келеді өткізгіштіктің артуына. Себебі эндотелийлар бір-бірінен былай тозғаннан кейін, жақта осылай қаптап тұрса, бұлар как-то осындай болып қалып, нақта өткізгіштік артып кетеді болады. Немесе просто жыртылды деп айтсақ болады. Өткізгіштік артты. Одан кейін не нәрсе болады? Бұлар баратта тінге ауысатын болады. Сұйықтық тінге кетті. Одан кейін тіндегі жасушалар осы сұйықтықты пиноцитоздайтын болады. Пиноцитоз. Одан кейін не нәрсе дамиды? Пиноцитоздағаннан кейін бұлар ісінді. Ісіну. Бұлар ісінгеннен кейін бұлар ишемияға алып келіп жатыр. Ишемия. Бұл енді қалай? Мына жақта біздің жасушалар тұрды. Бұлар енді ісінгеннен кейін қан тамырын одан бетер былай қысатын болады. Так-та осылай келеді. Мынандай мына жағы более үлкен, мына ісінгеннен кейін уже более мынадай диаметр кішкентай болып жатыр. И одан кейін ишемия дамыды. Енді дальше не нәрсе болады? Ишемиядан кейін бұл жақта жаңағы именно эндотелийлар, олар интимия болатын болса, онда бұлардың ортасында бізде миоцитті
қабаты болады. Осы миоцистік қабаты некрозға ұшырайтын болады. Некрозға ұшырағаннан кейін бұлар өледі, и өлгеннен кейін аневризм, яғни біздегі қан тамырымыз ол жақтағы ең бірінші интима зақымдалды, одан кейін барып миоциттер ортаңғы қабаты зақымдалды, и бұл жұқаланып қалады да, осындай, бұны бізде қан тамырының аневризмі дейді. Бұлар аневризмнен кейін уже қан тамыры жұқалып тұр, оны дальше жыртып жүру оп-оңай жыртылады и алады да қан құйылады. Патогенезі осы. Енді морфологиясы. Ми ісінеді. Не үшін екенін жаңа айттым, себебі сұйықтықтар тінге өтіп кетті. Қан ұйындылары не үшін? Себебі жаңа аневризмнан оны оңай тез салды, тескеннен кейін ол дальше жарылады, анау и қан құйылады. И бұл қан құйындылары ұйындыларға айналады. Одан кейін бұлар бізде дислокацияға ұшырайды. Яғни мынау біздегі ми ол ісініп жатқаннан кейін бір-бірлерін былай итеретін болады да, итергеннен кейін именно мынау шүйде аймағына қарай дислокацияланады. То есть артқы ми жаққа қарай кетеді. Артқы мида бізде не нәрселер бар? Сопақшы ми бар, көпір бар, одан кейін жаңағы шүйде бар. И бұлар алады да, именно сол жақта бізде именно маңызды заттар тұр. Тыныс алу тұр, координация тұр, көру тұр. Осылардың барлығы дислокацияланып, қысылғаннан кейін адам өліп кетуі мүмкін. Одан кейін қоңыр түсі ренжиді. Не үшін? Жаңағы эритроциттер сидерофакторға дейін өзгеретін болады. Одан кейін сидерофактордың түсі қоңыр түсті, и осылай қоңыр түс беріп тұрады. Енді осы қан құйылудың именно бұл ішкісі деп те айтсақ болады. Дальше одан кейін субарахноидальды қан құйылу бар. Тоже этиологиясы дәл солай, суретті салып, жаңағы механизм дәл солай болады. Бірақтан бұлар именно субарахноидальды кеңістікте болады. Онан кейін субарахноидальды кеңістікте жаңағы қандар жиналатын болады, и бұлар жаңағы қанның сіңбелері болады. Одан кейін бұлар қан құйылулар, осы жасушалар ісініп жатқаннан кейін олар әрі қарай қарыншаларға өтіп кетуі мүмкін. Немесе жаңағы ми жұлын сұйықтығына өтуі мүмкін. Бұлар сразу адам өледі. Туралы айтатын болайық. Бұл жақта именно миелин қабығы ажырап кетеді. Одан кейін бұлардағы ең көп кесетін бұл бізде склероз болып келеді. Яғни бұны тағы да шашылған склероз дейді. Бұлардың этиологиясы әртүрлі вирустар. Там қызылша, герпес, паротит, анамнау. Одан кейін бұлардың енді осы вирустар түскеннен кейін бұлар жаңағы миелинді қабатты ыдырататын болады. Одан кейін какой-то бір патология ұшырайды. Енді осы патологиялық анатомиясын айтайық. Біз миышықты кесіп қараймыз. Одан кейін көзбен былай қараған кезде миелинсіз ошақтарды көретін боламыз. Бұлар ең басында сарғыш түсті болады, ал егер де созылмалы түрге айналатын болса, онда бұлар бізде сұр түске айналатын болады. Сұр түске айналады, себебі біз уже склерозды табақшаларды көре бастаймыз. Бұларды микроскопқа қарасақ, онда прям склерозға тән табақшаларды көріп тұратын боламыз. Одан кейін ол жақтағы үлкейген талшықты ацероциттерді көреміз, ісінген миелин қабаттарын көреміз, микроглияларды көретін боламыз. Миелин патологиясын арнайы бояумен бояймыз. Одан кейін сол кезде миелинсізген ошақтардың айналасында лимфоциттердің жиналғанын көре аламыз. Одан кейін біліп кету керек зат, бізде бұл жақта ешқандай да олигодендроциттер болмайды. Осылайша жаңағы микроглиялар келіп, жаңағы фагоцитоздайды. Осындай жаңағы глиозды көрсек болады. Енді давайте дегенеративтік аурулар туралы айтатын болайық. Альцгеймер. Этиологиясы. Бізде 21-ші хромосома нүктелік мутацияға ұшырайды. Одан кейін АПП биологы өңделуі бұзылады. Одан кейін АПП-ның белоктың функциясы іске асырылмайды. Оның функциясы қандай еді? Бұлар жаңағы амилоидтық массаларды бұзу еді. Ал енді осы амилоидтық массалар бұзылмайды. Одан кейін енді осы альцгеймердің патанатомиясын айтатын болсақ,
ми қабықтары қалыңдаған, ми ирмектері атрофияланған, ми жүлгелері кеңейген. Себебі жаңағы атрофияға жүрген кейін біздегі ми жүлгелері керісінше кеңейіп кететін болады. И именно бұл өзгерістер в основном маңдай, самай, шүйде бөліктерінде болады. Ал егерде микроскопқа қарайтын болсақ, бұл жақта бізде синелдік табақшаларды көретін боламыз. Потом нейрофибриллярлық талшықтарды көреміз. И жаңағы амилоидтық өзгерістерді көреміз. Себебі жаңағы амилоидымыз ыдырамай жатыр. Эпилепсия туралы айтатын болсақ, по идее особо маңызы жоқ. Так, енді әрі қарай бізде не бар? Орталық жүйке жүйесінің инфекциялар бар. Яғни энцефалит бар и менингит бар. Энцефалит деген бүкіл мидың зақымдалуы. То есть мидың қабынуы. Ал менингит деген онда не десек, онда бұл именно ми менен жұлынның біздегі қабаттары болады. Жұмсақ, торлы, арахноидты, анау деген сол қабаттары қабынуға ұшырайтын болады. Бұлар не нәрседен ұшырайды? Бұлар жаңағы әртүрлі вирустардан, бактериялардан, яғни микробтардан ұшырайтын болады. Енді осы энцефалитта біз не нәрсені көреміз? Микроскоппен қарағанда некрозный аймақтарын көреміз, потом еріп жатқан нейрондарды көретін боламыз, прям еріп кеткен. Олардың айналасында көптеген нейроглиялардың пролиферациясы болады, яғни жаңағы глиоз жүріп жатыр. Одан кейін кейбір ядроларда базофилді қоспалар табылатын болады. Одан кейін қан тамырларының айналасында лимфоциттер, плазмалық жасушалар, солардың сіңбелерін көреміз. Яғни васкулиттерді. Так, енді менингит туралы айтайық. Бұлардың жалпы енді екі түрін ажыратады. Іріңді менингит дейді, одан кейін лимфоциттарлы дейді. Не үшін бізде іріңді менингит туындап жатыр? Сондай сұрақ, логический сұрақ қойайық. Бұның себебі бұл кезде жаңағы қоздырғыштарға байланысты, яғни ол кімдер? Менингококтар, пневмококтар, потом гемофильді таяқшалар, ішек таяқшалары, яғни в основном бактериялар. Бұл кезде ең бірінші бізде нейтрофильдер келеді. Ал нейтрофильдер жаңағы іріңнің түзілуіне алып келеді. Ал лимфоциттарлыда уақытта в основном уже көбінесе вирустар. Там Коксаки вирусы, Эпштейн-Бар вирусы, герпес вирустары. Бұл жақта бізде именно лимфоциттер келетін болады. Бұл лимфоциттер іріңді түзбейді. Яғни біз микроскоптан қарағанда осы жұмсақ қабатта көптеген лимфоциттерді, макрофагтарды, плазмоциттердің сіңбелерін табатын боламыз. Ал іріңді менингитте жаңағы іріңді эксузанттар, одан кейін жаңағы лейкоциттердің жиналып қалғандарын көреміз, кейін қан тамырларының қабынғандарын көреміз, жаңағы сепсистан, яғни былай айтқанда іріңді эксузантты көреміз. Жалпы тақырыптар осы. По идее ешқандай да қиындығы жоқ. Просто банальный заттарды көп оқу керек болады.